Rıskıla haşa degene. Sen demir jibirsen, hürmet ko'rset. Rıskıla haşa yakındayız. Suyunu şeşişlerimizde çekelim. Ana jedik. Aha. Rıskıla anamızga hoşamet jasak koy ağayın. Aspa seken qamamak mı okta ustagan jigit? Al mаңлайынан жақсылап сүйіп қойыңыз, маңлай жарқырап жүре берсін апа. Ama енесін де шақырайық. Маңлайынан сүйіп қойыңыз, Құдайша енесі, анасы, сізде міне ене атандырып жатыр. Оқтауды табыстаймыз қазір. Мына оқта ұстаған жігітке басындағы орамалды бере берсек болатын шығар, Келіңіз, міне саған жұғысты болсын. Орамалда оқтауды болды ғой, енді оқтауды егесіне берейік. Неше жасында үйленесің, Құда қаласа? Мен айтқандай болсын, өзің айтсаң 21 жаста құтты болсын, сол кезде есіңе салсын мынаны орамалды, сол жас келінді қарсы ала берсін, жағап жұғысты болсын бақыма. Ал енді мына оқтауына ие болсын, халқына кие болсын деп, енесі табыстап қоясыздар, шапалақ ұратын той жылғауын бар ма? Керемет. Жақсы келіннің тілінде қолында оқтауы болып деген екен. Міне сондай жақсы келін атана берсін. Қаңылы келіннің қызы керемет, мынау шегір елінің алдыңғы қатарлы келіндерінің бірі болсын деп жатамақтайын. Көз күйіп жатса оқтасыздар, тем салдырастар о жағы жақсы көтеді ары қарай. Ал енді оң аяқпен үйге жаскенін барша тойшыл қауымды апа биге шақырсақ болатын шығар, той жұмысы болсын. Бүгін көтеріліп көңіл күй болсын, әдемі би болсын ортада. Ал, келіңіздер, екі құдашал ортаға биге шақырыңыздар, би болсын.